Екіншіден, жатар кезіңде, төсегіңе қарай жантайып атқан кезіңде, Субханалла 33 рет, Альхамдулилля 33 рет, Аллаху акбарды 34 рет айтсаңыз, 100 болады дейді. Тіліңде 100 шықты, таразыға 1000 болып түседі дейді. 2500 бәрі. Енді айтады, енді күніне ешкім 2500 күнә жасамайтын шығар дейді. Анау күнәдан түк қалдырмайын деп тұр ғой, түсіндіңіз бе? Сосын ол таразыға өз алдына кеткен. Сондай ақ мына жақта күнәні жоқ қылып жібереді. Сонда сахабалар айтады, Аллахтың елшісі, оңай екен ғой, неге бұны істейтіндерді аз деп айтасыз десе? Сендердің біреулерің намазға келген кезде, намаздарыңды оқып болғаннан кейін бір қажеттер есіне түседі да, сөйтіп қалып қояды дейді ғұламалар.